Қайырлы күн достар, бүгін глютенсіз бал қосылған сұлы печеньесін дайындаймыз. Бұл печенье небәрі 20 минутта піседі. Арнама жазылып, лайк басып, коммент жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Ыдысымызға жұмыртқа, ерітілген сармай, балды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұлы ұнын қосып, қамыр илейміз. Сұлы ұнын біртіндеп қосасыздар. Қамырды теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Әр бөліктен осылай печеньенің формасын жасап, пергамент қағаз төселген противеннің үстіне қойып шығамыз. Печеньені 170 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Печенье міне дайын. Дәмі сондай тіл үйреді. Ең бастысы өте пайдалы. Баршаңызға жасауға кеңес беремін. Менің арнама жазылып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттермен бөлісіп отырамын. Келесі видеода кездескенше.